Мен атым Илдар. Мен ұбт-да 112 балл жинадым. Зерделіге мен оқу жылынан бастап, қыркүйектен бастап оқып жүрдім. Ең басында мен зерделіде пробный тапсырғанда 54 балл жинадым. Уақыт өте келе 3-4 айдан кейін жақсы нәтиже жинай бастадым. Мен зерделіде Сатпаев 18 орталығында дайындалдым. Географиядан Тұран ағай берді, математикадан Самат ағай және тарихтан Таунар ағайдан оқыдым. Олар сабақты жақсы түсіндіреді, олармен әрқашан көңілді болады. Түсінікті болып түсіндіреді, сол үшін ұнады маған. Біріншіден, әрине ол ұбт-дан көмектесті, жақсы балл алуға. Стрессоустойчивостьқа көмектесті. Стресске қарсы тұруға көмектесті. Мен Казгу университетіне түскім келеді. Ол жерде экономика факультеті бар, сол үшін мен сол жаққа түскім келеді. Экономикаға байланысты мамандықтар, экономист, финансист. Осы қазір нақты зерттеп, сондай шешім қабылдадым. Қатты қиындықтар болмады. Ең басты қиындық сол, ең ұбт ғой сол. Басқа қиындық болған жоқ. Мектепте сабаққа көп уақыт бөлмедім. Көбінесе ЕНТ-ға дайындалдым, сол үшін оңай болды. Бос уақытымда компьютер ойындарын ойнаймын, футбол ойнаймын, сондай. Жылдың басынан оқу керек, соңында ешқандай қиындық туғызбайды. Сосын әрине бір орталықтарға қатысу, мысалы зерделі сияқты. Мен зерделі дайындалдым, соның арқасында мен жақсы ұпай жинадым. Сол үшін мен 11-ші сыныптарға сондай кеңес беремін зерделіге қатысуға.